Бүгін біз грек жаңғағы қосылған дәмді пирог жасап үйренеміз. 250 грамм ұнға, 1 ас қасық қант, жарты шай қасық сода, 1 шымшым тұз қосып араластырып аламыз. 100 грамм сары майды қосып қамырды илей бастаймыз. Сол кезде 1 тал жұмыртқа және 1 ас қасық қаймақ қосып жібереміз. Қамыр илеп шығаруымыз керек. Қамырымыз шыққаннан кейін бұны біз тоңазытқышқа 1 сағатқа алып қоямыз. Енді начинкасы үшін бізге грек жаңғағы керек 400 граммдай. Сіздер мен сияқты турасаңыздар болады, немесе блендердан бірден езіп тастасаңыздар да болады. 2 жұмыртқаға 3 ас қасық қаймақ қосамыз, араластырамыз. Грек жаңғағының үстіне 100 грамм асқабақ дәнін қосып араластырып аламыз. Және де жаңағы жұмыртқа массасын қосамыз. Араластырамыз. Соңынан 230 грамм қантты қосып, жақсылап тұрып, бір-бірімен қосып араластырамыз. Қамырды арнайы формада бірден осылай жайғастырамыз. Илемей қойсаңыздар да болады оқтаумен, себебі қамыр өте сондай жұмсақ болады. Қамырды жайғастырғаннан кейін осылай начинкамызды осы жерге қарай төгеміз. Қасықпен жайғастырамыз, сыртына шығып кетпес үшін. 200 градуста шамамен 35-40 минуттай пісіреміз. Міне осылай пісіп шығады. Енді үстіне шоколадный глазурь жасаймыз. 100 грамм шоколадтың үстіне 100 мл жылы сливке қосамыз. Араластырамыз, шоколадный глазурь шығады бізде. Менде Азера деген шоколад. Бұл таза халал шоколадтардың бірі. Глазурьді осылай қасықпен жағамыз өзіміздің пирогымызға. Және тоңазытқышқа 2 сағатқа алып қоямыз қату үшін. Міне пирогымыз дайын. Қалауыңызша безендірсеңіздер болады. Менде құлпынай және де жалбыз. Астарыңыз дәмді болсын. Шаймен, кофемен өте таптырмас десерттердің бірі.